Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сарапшы мексикалық нокаутшыны Жәнібекпен айқастан бас тартуға шақырды. Ring Ike Boxing Talk YouTube арнасы мексикалық Хайме Муньяны қазақстандық Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жектен бас тартуға шақырған видео жарияланды деп хабарлайды. Әлімханұлы 32 нокауты бар жеңілмеген мексикалықпен айқасады. Егер Муньяны қазіргі әлем чемпиондарының жеңілу қаупі баға берсек, оған Әлімханұлының горы Чарломен айқасқан жөн. Жәнібекпен жекпе-жек қаржылық жағынан Чарломен Техаста жұдырықтасқандай пайда бермейді. Жермалды сондай титул, бірақ Әлімханұлымен жекпе-жек қарағанда ақша көбірек. Атағы жағынан салыстырсақ та, Чарлоның аты профилде маңыздырақ болады деп есептейді арна авторы. Өзіне тым сеніп кетеді. Сарапшы Әлімханұлы қандай қауіп төніп тұрғанын айтты. Ұлыбританиялық Дензел Бентли Жәнібек Әлімханұлының жеңіп орта салмақта WBA белбеуі тартып алу мүмкін. Boxking.com шолушысы Элито Фостер берген сұхбатында осындай пікір білдірді деп хабарлайды. Боксшылар 12 қараша Лас-Вегастағы Палмас казино ресорс кешенінде жұдырықтасады. Бұл Бентлидің карьерасындағы ең үлкен айқас болады. Оны сұмдық форма жинап алған Жәнібек Әлімханұлымен айқас күтіп тұр. Ол алдына келген барын еш мүмкіндік бермей жапырап келеді және алдағы айқас фаворит есептеледі. Алайда осы күнге дейін талай апсетке куә болдық. Кейде Әлімханұлы өзіне тым сеніп кетеді. Бұл әрине жақсы, бірақ даңғойлыққа сеніп кетуге болмайды. Бентлиге тиісінше бағасын бермесе, Жәнібек жеңіліп қалуы да мүмкін. Бентли нокаутқа түсіре алатынын бірнеше рет дәлелдеген. Фаворит белгілі, бірақ кім жеңетіні әлі белгісіз. Жекпе-жек тамашалайтын боламыз, деді Фостер. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.